Қарағанды облысының Ұлытау өңірінде атақты академик, көрнекті мемлекет қайраткері Төрегелді Шармановтың отбасында дүниеге келген Алмас Төрегелдіұлы 1982 жылы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетін бітірді. 1983 жылы Мәскеу иммунология институтына аспирантураға түсіп, 1985 жылы кандидаттық диссертация, ал 1991 жылы иммунология саласы бойынша докторлық диссертациясын қорғады. Докторлық диссертация қорғаннан кейін мен өзім әкеме келдім. Қазір енді бәріміз шекара ашылып жатыр, сондай мүмкіншілік бар басқа шетелде жұмыс істеуге. Америкада, Еуропада ғылыми жұмысқа өте биік қарайды, сондықтан мен барсам қалай ойлайсың деп. Әкем айтты маған, дұрыс, жақсы, сондай мүмкіншілік бар. Бірнеше бір топ жігіттер бар, Москвада бірге істеген. Соған бәріміз публикация жасап, сосын бірнеше университетке біз хат жазып, сосын 35 университеттен приглашение келді бізге. Ол жаңағында үйленген ол кезде, Дана менің жұбайым аты. Оны аяғы ауыр ол кезде, сосын екеуміз алды, сосын Америкаға, сол Алабамаға біріншіден 91 жылы бардық. Бір жылға ғана барған, содан бері бір жыл жұмыс істегеннен кейін университеттің бір топ делегация маған келіп, сол айтты, сіз бір жыл жұмыс істедіңіз, енді біз сізге қандай ойлайсыз тағы да қалып осы жерде жұмыс істесеңіз жарайды деп, сосын ақылдасып біз қалдық. Бүгінде Шарман Алмас Төрегелдіұлы американдық оқымысты ғалым, дәрігер, биомедициналық және медициналық демографиялық зерттеулер, халықаралық денсаулық сақтау және ауруханалық басқару саласындағы маман, ақш денсаулық сақтау қауымдастығының мүшесі. Ол 1991 жылдан бері Бирмингемдегі Алабама университетінде вакциналар әзірлеудің иммунологиялық биологиялық орталығында ғылыми қызметкер болып жұмыс істейді. Мен барған кезде көбінесе ғылыми жұмыспен айналыстым, сосын енді балаларым туды ол кезде. Менде 2 ұлым бар. Балаларға өте біздің достарымыз, бірге істеген азаматтар бәрі өте дұрыс. Жылы көзмен қарап, сондай жағдайда тамаша өсті. Соған өте ризамын сол Американың халқына. Өзім маман жағынан көп өстім, көп үйлендім, көп білім алдым, өте ризамын. Комфорт жағынан енді Америка маған өте ұнады. Біздің Қазақстаннан былай радикально дейді ғой, ондай айырмашылық былай сезген жоқпыз. 1994 жылы доктор Шарман Мэриленд штатындағы Калвертон қаласына медициналық демографиялық зерттеулердің халықаралық жобасының медициналық үйлестірушісі ретінде жұмысқа шақырылды. Мұнда жалпы ұлттық репрезентативтік сұрыптау қағидасын қолдану бойынша ВИЧ инфекциясының таралуы туралы зерттеу жүргізеді. Қазіргі уақытта бұл әдіснаме стандарты болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымына ВИЧ-СПИД пандемиясының ауқымын қайта қарауға мүмкіндік беріп, жер бетінде ВИЧ індетін жұқтырған адамдардың қатарын 7 миллионға дейін азайтуға мүмкіндік берді. Осы жылдары Алмас Шарман Америка азаматтығын қабылдап, Джонс Хопкинс университетінде ғылыми қызметкер болды. Алмас Шарман кеңестер кезінде Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі болған. Қазіргі уақытта Қазақ тағамтану академиясының президенті, атақты академик Төрегелді Шармановтың ұлы. Біздің бұл өмірде көзіміз жеткені адамның ақылды болып жетілуіне жаратылыстан біткен қасиетіне қоса, екі нәрсе себепкер болады екен. Ол тәрбие, атадан балаға қанмен тараған тектілік және пайым парасат. Оны білім толықтырса, төңірегіне нұр шашып тұратын азамат содан шығады. Біліміне білігі сай ғалым ел назарына ілініп, елбасының шақыруымен ат басын атамекенге бұрды. 2008 жылы сол Америкадан қайтып келгеннен кейін бірнеше жыл USAID істедім. Сонда инфекциялық ауру жағдаймен, туберкулез, сосын ВИЧ-СПИДпен біраз орталық Азияда басқа мемлекеттерде сол көп жұмыс едім. 2008 жылы ұлттық медициналық холдингтің соны басқарып жұмыс бастадым. Сол 2008 жылдың мамыр айында Астанада Назарбаев негізін қалаған саяси орталық Астанада ұлттық медициналық холдинг құрды.
Өзі әуелі басқарманың бірінші төрағасы, кейіннен директорлар кеңесінің төрағасы болды. Оның басшылығымен холдинг клиникалары пайдалануға берілді. Және Қазақстанда алғаш рет ауруханалық жүйені корпоративтік басқару әдісі енгізілді. Жалпы бұл 5 жыл істедім ол кезде. Астанада сол қазір мысалы нейрохирургиялық центр, кардиохирургиялық центр қазір енді елімізге мақтаныш, көп жақсы дәрігерлер сол жақтан шықты. Оның бастамасымен 2008 жылы ұлттық медициналық холдингтің ауруханаларын халықаралық аккредитациялау үдерісі басталды. Нәтижесінде холдингтің 5 медициналық орталығы ауруханалық басқару жүйесінде алтын стандарт атты халықаралық аккредитациядан өтті. Доктор Шарман жетекшілік еткен мерзімде холдинг мамандары мен жүрек қарыншасының көмекші құрылғысын, мысалы жасанды жүрек имплантациялау, эпилепсияны хирургиялық емдеу және гипофиз ісіктерін транснозды жою технологиялары енгізілді. Холдингтің кардиохирургиялық орталығында орталық Азияда тұңғыш рет жүрек алмастыру трансплантациясы, яғни отасы жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта Алмас Шарман ұлттық кардиохирургия орталығы директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі. Аз кем уақытта әлемнің ең озық оқу ордаларымен теңесетін Назарбаев университетіне шақырылды. Сол кезде енді Назарбаев университет жұмысын басталды, сосын былай ой туды, біз бәріміз сол холдингтің ауруханалар сол Назарбаев университетке кіріп, академиялық медициналық системаны былай құруға сондай ақылдасып. Қазір Назарбаев университетті медициналық факультет бар, ауруханалар сол Назарбаев университеттің ішінде. Сол енді бәрі былай қосылып, интеграция жасаған, соның ішінде мен бармын, соған өте мақтанамын. Меніңше сол осындай жағдайдың болашағы үлкен болады деп сондай үміттенемін. 2010 жылы ұлттық медициналық холдинг Назарбаев университеті құрамына кіріп, Алмас Шарман университеттің атқарушы кеңесі төрағасының орынбасары және холдингтің директорлар кеңесінің төрағасы болып тағайындалды. 2011 жылы оның қатысуымен өмір туралы ғылым орталығы құрылды. 2015 жылы құрамына өмір туралы ғылым орталығы, ұлттық медициналық орталық клиникалары және медицина мектептері кіретін Назарбаев университетінің интеграцияланған академиялық денсаулық сақтау жүйесі қалыптасты. Осы тұста біз әлемнің талай маңдайалды оқу ордаларын көзімен көріп, тарихымен таныс ғалымның Назарбаев университетінің болашағы жайлы пікірін білгіміз келді. Қазір жер жүзінде университеттің арасында конкуренция үлкен. Жақында мен осы жазда Оксфордқа барып келдім. Оксфордтың университетінің 1000 жыл болды құрылғанына. Мысалы, Гарвард меніңше 400 жылдан асты құрылғанына. Сондықтан олардың университеттерінде тарихы көп. Ол мысалы мемлекеттік университет емес, бірақ қаражаты көп олардың университеттерінің. Бірақ енді қазір Азиялық университетін қарағанда, мысалы Гонконгтың университетін, Сингапур соған қарағанда, олар жас университеттер, бірақ оны биік жағдайға жетті олар. Сондықтан меніңше Назарбаев университетін былай жақсы инвестиция жасап болса, ғылыми жағдайын былай үлкейтіп, былай дұрыстап жұмыс болса, онда меніңше оның болашағы үлкен болады деп мен сенем. Жас балалар бірінші сол университетқа түскен кезде мен солармен кездестім. Біздің қарапайым әулеттерден келіп, содан оқып, тырысып, экзаменден тапсырып, сол балаларды көргенде мен ішімнен өте қуандым. Өйткені сол балалардан меніңше жақсы мамандар болады. Назарбаев университеті 2009 жылы құрылған халықаралық деңгейдегі оқу ордасы. Университет миссиясы Қазақстанда білім және ғылыми зерттеу қызметінің дамуына мүмкіндік беру. Сонымен қатар бұл Астананың Еуразия орталығында инновациялық зерттеу қызметін жүргізуге бағытталған қазіргі заманға сай күшті ғылыми инфрақұрылымы бар университет. Бұл университет өзіндік білім стандарттары бойынша жұмыс істейді. Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған атақты профессорлар дәріс береді. Мұнда ең үздік ұлттық және халықаралық зерттеушілер шақырылады. Шын мәнінде Астана Қазақстанның төрі ғана емес, ұлы даланың бас қонысы, көшпелі мәдениеттің қорығы, белсенділік пен білімнің ордасы, кәсіпкерліктің алабы, табыстың ордасы,
идеялар астанасы дей келіп, доктор Шарман 2017 жылы өткен экспоға тоқталды. Шетелден сол кезде баларым келді, тағы бір қонақтар келді, сонда аэропортта шетелден көп адамдарды көрдім келген. Қазақстанның көбірек адамдар келіп, көріп өліп біздің жағдайды. Өйткені бізде көрсететін көп нәрселер бар. Жалғыз ғана табиғат емес, біздің еліміз, біздің дәстүрлеріміз. Солар енді шетелден келіп, осын көрсе, өйткені кейбір адамдар келеді, біз білген жоқпыз осын Қазақстан бар екен деп. Сол жалғыз ғана экспо емес, экспо ол жай повод деген деп санаймын. Мен жақында мысалы Грузияға барып келдім. Грузия енді кішкентай халық, бірақ қаншама шетелден адамдар келіп отыр ол жаққа. Оны мысалы туризм индустриясы, олар экономикасында көп пайыз береді сондай қаражат. Сондықтан меніңше ойлаймын, енді Қазақстан жалғыз ғана мұнайға қарап даму қарауға дұрыс емес. Меніңше сол шетелден келіп басқа әлеуметті жағдай былай жақсартып, сосын көп біздің керемет табиғатымыз бар, соны көбірек келсе, сондықтан ғана сервис жағынан устойчивый экономика дейді ғой, сонда ғана жақсылық болады деп ойлаймын. Алмаз Шарман сол бір кеңес одағы ыдырап, ел елең алаң ертеңін қамдап жатқан күрделі кезде өз білімі мен білігінің бағыт-бағдарын айқындай алған азамат. Ол өз дәуірінің парадигмасы мен принциптерін дәл таныды. Ғылыми таным процесінде туатын міндеттер мен мақсаттар жолында тер төкті. Қазір енді глобализация дейді ғой, мен қазір жарты жыл уақыт Америкада боламын. Қазақстанның өзінде де қаншама мүмкіншіліктер көп қазір. Енді халық жаңағы үйреніп жатыр көп нәрселерге. Қазақстанды жер жүзіне белгілі халық болғанына мен өте үміттенемін. Негізі қазақпын ғой, негізім. Қазақстанға еңбек жасау керек. Мен көп балаларды білемін. Болашақпен оқып, сол бітіргеннен кейін білім алып қайтып келген. Меніңше олар жалғыз ғана білімге емес, сол шетелге барған кезде жалғыз ғана білім емес, олар навык алу керек, сол жақсы маман болу керек. Сонда ғана Қазақстанға келіп, онда пайда болады. Жас қазақтар Америкада, Европада, мысалы Сингапурда, Кореяда жүрген жұмыс істеп, бізбен хабарласып Қазақстанға келіп, аңдасанда Қазақстан біз мақтанамыз. Сондықтан мысалы Арменияға қарасаңыз, халықтың жартысы Америкада или басқа шетелде тұрады. Армения қазір жақсы экономикасы үлкейіп жатыр. Грузияны қараңыз, енді мысалы Израильді қараңыз. Израильдің 25% ғана Израильде тұрады. Израильдің үкіметі сондай билет сатып алады соларға. Келсеңіз тегін билет болады деп айтады. Сондықтан әрине олар барып өзінің елін тарихи жағдайын көріп, кейбіреулер сонда қалады. Мысалы мен білем, кейбір азаматтарды сол Израильға сол барып қалғанын керемет ғалымдар, бизнесмендер сондай қалып өздерінің халқына еңбек жасап жатыр. Солар енді басқа шетелдерден өздерінің халқына көп білімді әкеліп, көп жаңалықты әкеліп, сондықтан мен өте былай дұрыс қараймын, біздің қазақтың азаматтары шетелде жер жүзінде жүріп, өйткені қазір глобализация, оны айырмашылығы көп емес. Бұрын қандай жағдай болды? Қазір енді жер жүзі шекара ашық. Сондықтан қазір ондай үлкен айырмашылық жоқ. Өмір озып заман ілгерілеген сайын қоғам да өзгереді. Қаласаң да, қаламасаң да тіршілік өз түзетулерін енгізбей қоймайды. Озық елдердің санатына кіру үшін озық сана, көреген көзқарас та керек. Біз көп елді көрген ғалымнан біздің ұлттық әлем халықтарынан айырмашылығы жайында сұрастырып көрдік. Айырмашылығы да бар, ұқсастығы да бар. Меніңше былайша қарағанда, былай жалпы қазақтың біздің азаматтары былайша қарағанда ашық болса, көңілміз Америкаларда солай. Сосын Америкада енді бір жер көп біздің Қазақстандай. Сол жағынан қарасаңыз, ұқсастықтар көп. Мен әртүрлі адамдарды көрдім, кездестік. Жалпы өте былай көңіл, қарапайым. Бірақ оның ішінде әртүрлі адамдар болады. Мысалы, кейбіреулермен мен өте қарапайым болғанмен де басқа көзмен қарайтын азаматтар бар. Әрбір мемлекетте, әрбір елде сондай адамдар болады ғой. Қазақстандағы бизнес пен ғылым саласындағы инновацияға біздің шеттегі отандастарымызды тарту туралы елбасымыздың үкіметке берген тапсырмасын білеміз. Бүгінде алыстағы ағайындар арасында кәсібилігі аса жоғары деп танылған танымал да таңдаулы бірқатар мамандар денсаулық сақтау саласы, экономиканы модернизациялау мен сандық Қазақстан жобасының көлемінде бағдарламалық дүниелер жасауға құлшынып отыр. Және қазақстандық жастармен тәжірибесін бөлісіп, үйретуге әзір.
Осы мәселеге қатысты Америкадағы танымал да табысты қандастарымыз туралы да білгіміз келді. Қазір меніңше көп, қазір уже көбейді. 91 жылы біз бірінші Қазақстан көшкен азаматпыз. Дана екеуміз. Қазір енді бұл естіп жатырмыз, өте жас жігіттер, біздің қыздарымыз университетті бітіріп, мысалы, мына жерде бизнес жасап, көшіп, жақсы жұмыспен, культура, телевидение, сол жағынан енді өсіп, ғылым жағынан қазір бірнеше жігіттерді білемін. Мысалы, Дос Сарбасов деген жігіт бар, Тексаста істейтін. Қазір өте керемет ғалым. Сосын тағы да Шухрат Муталипов деген ол енді Мәскеуде бітіріп, енді қазір жақында Nature деген өте керемет бір журнал бар, сонда керемет мақала шығып, жер жүзінде ондай белгілі адам болды. Сондықтан қазір Қазақстанда ғылыми жағынан бизнес, басқа жерде де қазақтар қазір өсіп жатыр. Осыған өте қуанамыз. Біз кебілдерді біз өзі жақсы білеміз. Ел үшін еңбек ету адамзат үшін ұлы міндет болса, міндеттің үлкені жауапкершілік. Ендеше елінің мұрат мүддесін арқалаған доктор Шарман медицина ғылымын мүлтіксіз дәріптеп танытушы. Оның бастамасымен салауатты өмір салтын насихаттау және ұзақ өмір сүру мақсатына арналған Вит әлем коалициясы құрылған. Әрі осы мақсатта жазылған 1000-нан астам тамаша мақалалары бар. Ол сондай-ақ көптеген аурулардың симптомдарын интерпретация арқылы анықтау, әрі қарай диагностикалау және емдеу үшін дәйекті логикалық шешім ұсынатын 100-ден астам алгоритмнен тұратын смарт медицинаның инновациялық өнімі symptomaster.com сияқты технологиялық өнім әзірледі. Алмаз Шарман аутизмге шалдыққан балаларға көмектесетін Асыл мирас қайырымдылық қоры қамқоршылық кеңесінің төрағасы болып табылады. 4 монографиялық, 40-тан астам ғылыми еңбектің авторы Алмаз Шарман Қазақстан денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі, профилактикалық медицина академиясының президенті және Америка денсаулық сақтау қауымдастығының мүшесі болып табылады. Осы тұрғыда ол Қазақстанның қоғамдық денсаулық сақтау қызметін құруға белсене араласатын тұлға. Ұлтқа қызмет, ұлы қызмет. Нағыз тұлға ұлтына басшы боламын деп емес, халқымды бақытқа жеткізіп, ұшпаққа шығарамын деп талпынады. Сөйтіп, халқын мақтандырады. Ендеше елден алыс, мұхит асып Америкада жүрсе де, Алмаз Шарман сияқты білім қуған текті тұлғалар туған жұртына бағыт бағдар сілтеп, жол көрсетіп тұратын шамшырақ сияқты.